Абай паркы, Абай ескерткіші. Ассаламу алейкум. Қадірлі және құрметті қазақтар, мен Ақылбек Дәулет, Түркістан қаласынан боламын. 2 күннен бері бапкер туралы өте көп талқылау болып жатыр. Қазақша сөйлеңдер деген көп орыстар артынан жазамыз, нацист, мына. Ол Қазақстанда тұр, ол нацист емес. Ол өзінің шәкірттерінен қазақ тілінде сөйлесіңдер деп талап етіп отыр. Ұрып соғып отқан жоқ, ол талап етіп отыр. Бақырып сөйлесе де талап еткені. Мен өзім Шымкент қаласында тұрам қазіргі заманда. Бірақ 2 күн алдын өте ұят нәрсе болды, көрдім. Бірінші мектептің балалары болса керек, мектептің алдында еді. Танысып, ескерткіштердің алдында. Бір 8-ші класста оқитын бала болса керек, орыс бала. 20 шақты 10-11 класстың балаларын қуып жүріп, ұрып жүр. Вы білесіз, почему со мной на русском не говорите деп. Аналар 20 шақты қазақ балалар орысшалап сөйлеп отыр. Қашып жүр, орысшалап дейді, братан, мына, мы же салам сказали дейді. Свой салам засунь куда-нибудь. Со мной здрасте или привет. Свои казахцы засуньте себе куда-нибудь другое. Боқтап сөйлеп отыр. Сүрен десем ұят, қазақтардың позор болған. Одан бір апта алды гарантта 10 шақты бала бір орыспен орысшалап сөйлеп отыр. Сендер қазақсыңдар ма десем, намыстанып кетті жас балдар. Қазақпыз, не еді? Сендер 10 қазақ бір орыспен орысша сөйлеп отыр. Біз құрметтеп отырмыз дейді. Сен құрметтеп отырсаң, неге ол сені құрметтемейді? Ол сені құрметтеп Қазақстанда қазақ тілін білмейді. Сендер құрметтеп отқан жоқсың, сендер қорғап осыңдар деп. Кәні жас балалар тұрады, гаранттағылар, оларды айтты, ата дұрыс айтасыз. Ал балалар қашып кетті, күліп мен үшін мазақ қылып қашып кетті. Қазақстанның государственный русский язык. Біздің қазақтар, жастар, біздің келешек. Баян-Сұлуда көктемде май айында болса керек, көргенім, мен неге магазинге кіріп, сулпакқа кіріп, напитка алайын деп, напитка алып шығып бара жатсам, бір 9 шақты бала, тек қазақ, орысшалап сөйлесіп отыр екен. Мен алдарына бар, сен қазақсыңдар ма десем, қазақ, не қазақ сөйлемейсіңдер десем? Я казах, но мой родной русский язык. Вот сол бірінші мектептің балалары ғой. Әке-шешесі қорқытады да, орысша сөйлеңдер, орыс тілі ұлы тіл, орыс тілі болмаса өліп кетесіңдер, қырылып кетесіңдер, орыс болмаса бізді Қытайлар қырып тастар еді, Қытай жеп қояр еді, орыс бізді қорғап жатыр, ойбай, орыс болмаса біз болмас едік, орыс бізді ойлап тапты деп. Көп жерлерде Құдайға барғанда шалдардың сөйлеген сөзін естіп, құлағым тік тұрады. Қорқасың аналардан. Қазақтарға, совет дәуірінде нан 25 теңге, спичка 1 теңге, пиваны 30 теңгеден сатып алар едік деп. Су болып ағатын, арты ағатын пиво еді. Өзінің елі, жері, байрағы, гимнің бар, айналайындар ау. Қазақша сөйлеңдер, қазақша. Содан намыс қыласыңдар ма? Бапкер молодец. Көп бапкерге мен болсын, жарайсың. Біздің Абай Құнанбаевтың ескерткіші.